Сәлем, сіздермен бірге Жансая драма. Мен бүгін сіздерге 2018 жылғы корейский «Почему» атты драманың қысқаша баяндап беретін боламын. Басты рөлдегі Юну деген жігіт өзінің сыныптасы Чухон есімді қызды ұзақ уақыттан бері жақсы көреді, бірақ та өзінің сезімін 4 жылдан кейін білдіреді. Сезім білдіргеннен кейін екеуі кездесіп жүре бастайды. Юнуға Чухонмен кездескен кездер ең бақытты кездер еді. Екеуінің кездескеніне 100 күн болған кезде олар атап өтпекші болып кездесуге шығады. Сол күні Чухон Юнуға өзінің сыйлығын сыйлап, мәңгі бірге болуды армандайтынын айтады. Бірақ та бұл бақыт ұзаққа созылмай, Чухон сол күні кешке Юнуға екеуінің ажырасқысы келетінін айтады. Осы бастан бастап Юну өте бақытсыз болды. Не үшін, неліктен деген сұрақ санасынан кетер емес. Мені неліктен тастап кетті, біздің екеуміздің ажырасуымызға не себеп деп, тіпті ішімдікке салынып өз-өзіне қолда жұмсақсы келді. Бірақ достары жол бермеді. Юнудың достары Джион мен Сылги есімді екі досы Юнудың әлі де Чухонды ұмыта алмай қайғырып жүргенін көріп, оны Чеджуда қаласына қыдыруға шақырады. Сөйтіп олар Чеджудаға келгеннен кейін өздерінің қонақ үйіне баруға таксилерін күтіп отырады. Қасына бір бейтаныс қыз келіп су іше бастайды, ал жігіттер болса өздері қатты шөлдеп отыр еді. Әлгі қызға телміре қарап отырады. Сөйтіп отқан кезде әлгі қыздың құрбысы келіп, «Дайын, мені көп күтіп қалдың ба?» деп өзінің машинасымен алып кетіп жатады. Осы кезде жігіттер, «Сендер қыдырып жүрсіңдер ме? Қайыққа сендерді? Апарып тастайын» дейді. Сол кезде «Жоқ» деп қасындағы Сылги, «Керекпес, біздің 40 минуттан кейін таксиіміз келеді» деп өзінше болып еді, бірақ та Юну мен Джион машинеге мініп, олармен бірге кетіп қалады. Сөйтіп артынан Сылгиді алып кетеді. Әлгі қыздың, Ханна есімді қыздың өзінің қонақ үйі бар екен. Бірінші сол үйге барады. Жолда көлікте келе жатып Юну Чухонмен өткізген бақытты кездерін ойлап, тағы да қайғырып келе жатты. Осы кезде досы Джион, «Болды, тасташ, тіпті сол Чухонмен ажырасып кеткенің жақсы болған» дейді. Бұны естіген көлік жүргізіп келе жатқан Ханна Дайынды көрсетіп, «Міне, Дайыннан сұраңдар, бұл қыз бен жігіт ажырасып кеткеннен кейін адамға өте жақсы ақыл береді, кеңес беруден эксперт» дейді. «Сен не үшін ажырасып кеттің?» деп Дайын сұрайды. Осы кезде қыздар мен жігіттер қонақ үйге де жетеді. Қонақ үйге келгеннен кейін келесі күні жігіттер бір-бірімен ақылдасып, осы қонақ үйде қалсақ қалай болады деп айтады. Бірақ та көзілдірікті Сылги, «Жоқ, біз бұл жерде қала алмаймыз» дейді. Осы кезде сол сәтте көшеде ең қайғылы айырылысуға сыйлық береміз деп жатады. Осы кезде барлығы өзінің жігітімен, қызымен ажырасып кеткен оқиғаларын айтып жатады. Джион да қасында отқан Юнудың қолын көтеріп, Юнуға өзінің оқиғасын айтуды ұсынады. Сөйтіп Юну өзінің қызымен 100 күндігінде айырылысып кеткенін, оның не себепті айырылысқан әлі білмей жүргенін, оқиғасын айтады. Барлығы оған қайғылы екен деп мұңлы көзбен қарап отырады. Сол кезде араларынан Дайын да қолын көтеріп өзінің оқиғасын айта бастайды. Ол өзінің туған күнде жігітін тастап кеткенін, тіпті өзіне ореховый тортты жақсы көрмейтінін білсе де жігіттің сол тортты әкеп бергенін айтып, сол кезде барлығы оның оқиғасын бірінші орын осы Дайындікі деп ойлап отырады. Сөйтіп Дайын бірінші орынды алады, ал Юну екінші орынды алады. Сөйтіп олар өз сыйлықтарына ие болады. Осы кезде Юну тағы да өзінің қызымен ажырасқан кезіндегі сәттерін ойлап, оны сәл ғана болса да қайғырып тұрады. «Мен бәлкім екеуміздің ажырасқанымызға мен кінәлі шығармын» деп өз-өзін кінәлай бастайды. Дайын жігіттерге жақындап өздерінің сыйлықтарын ауыстыруды ұсынайды. «Мен сендерге бірінші орынға сыйлығын берем» деп. Сөйтіп ол сыйлықты ауыстыру үшін қонақ үйге келген кезде Ханна оларды күтіп алады. Жігіттер, «Не болды сендерге? Сендер кетіп қалып едіңдер ғой таңертең менің қонақ үйімде менсінбей» деп. Сол кезде Дайын айтады, «Мен оларды шақырдым сыйлықты ауыстыруға» деп. Сол кезде Джион, «Сіз шынымен де бұл оқиға өзіңіздікі ме?» деген кезде Дайын кітапты көрсетіп күледі, «Бұл кітаптың оқиғасына» деп. Осы кезде Сылгиге хабарлама келеді, өздерінің орналасқан қонақ үйінде құрылыстар басталғаны жөнінде. Тіпті осы кезде Сылги Ханнаға, «Өтініш, сіздің қонақ үйіңізден орын бар ма? Егер орын тауып берсеңіз, сізге осы сыйлықтардың барлығын сізге береміз» деп өтіне бастайды. Ал Ханна болса бір орынның бос екенін айтып, жігіттер осы қонақ үйде қалатын болып шешеді. Бірақ жігіттер, «Менің сендерге бір өтінішім бар еді. Ертең менің орныма құрбым Дайынмен бірге сендер қыдырып келсеңдер, менің қолым босамай тұр» дейді Ханна. Жігіттер онымен келісіп, ертесіне Дайынды алып төртеуі қыдыруға шығады. Қыдыру барысында олар екі топқа бөлініп, велосипедпен жарысып, мәреге кім бірінші жетеді деген ойын ойнайды. Осы велосипедпен жарысып келе жатқан кезде Юнудың
кепкасы түсіп қалады да досы Джионнан велосипедті тоқтатуын сұрайды. Мен ол кепканы жоғалтып алмаймын, оны маған Чухен сыйлаған дейді. Осы кезде досы тыңдамайды, қойшы тасташ, ол сені бәрі лақтырып кетті ғой, не керек деп. Сонда да Юну оған көнбей велосипедтен секіріп барып өзінің кепкасына жүгіреді. Осы кезде велосипедтен ол да досы да бірге құлап қалады. Ал Дайын болса оның құлап қалған жарасына май жағып отырып, бұл кепканы саған қымбат жан сыйлады ма деп сұрайды. Иә дейді. Мен сені түсінем, маған да жігітім сырға сыйлаған. Мен қанша бұрынғы жігітімді жек көрсем де, бірақ оның сырғасын әлі тағып жүрмін. Ол заттың ешқандай да кінәсі жоқ деп, осы жерде оның көңілін аулауға тырысады. Джион Юнуға ренжіп, сен қызыңмен ажырасқалы бері біз сенің көңіл күйіңе, сенің қас-қабағыңа қарап жүрміз, ал сен біздің жағдайымызды ойладың ба? 3 ай болды, сен әлі сол қызыңды ойлап жүрсің, ұмыта алмай. Құдай ақы, Чухен жаңа жігіт тауып алып, сонымен бірге жүрген шығар деп ашуланады. Ал Юну болса, сен Чухен жайлы олай айтушы болма деп, екеуі жігіттер бір-бірімен ренжісіп қарады. Бірақ та күннің соңында олар өздерінің қателіктерін түсініп, бір-бірлерінен артық айтқан сөздер үшін кешірім сұрап, татуласады. Сөйтіп, бүгінгі күнді жақсы көңіл күйде өткізеді. Келесі күні қыздар жағалауға барып көңіл көтереміз деп отырғанда Джион естіп қалып, біз де сол жағалауға бара жатырмыз. Ендеше барлығымыз бірге барайық деп барлығы жағалауға барып, күндерін, уақыттарын көңілді өткізеді. Бір-бірлеріне су шашып, ойнап дегендей жақсы күндерін өткізеді. Дәмханада отырған кезде жігіттер өздерінің киім үлгістеріне сөз таластырып қалады. Менің киім үлгім жақсы, менікі деп. Осы кезде қыздардан сұрайды, сендерге кімдікі ұнайды деген кезде олар Юнудың киім үлгісі ұнайды, біз соны таңдар едік дейді. Ал жігіттер болса, Юнудың осы кезге дейін киім үлгісі онша болмағанын, осы үстіндегі киімнің барлығын оның қызы Чухен сатып алып бергенін айтады. Осы кезде Юну есіне алып кетеді Чухенді қайтадан. Екеуі кездесуге барғанда сары киім киеміз деп келіскен екен. Бірақ та Юнуда қалың сары жемпірінен басқа жемпір киім болмаған. Сөйтіп қалың сары жемпірін киіп келген екен. Ал қызы болса оған үстіндегі киімдерін сатып алып бергенін есіне алып отырады. Сөйтіп қыздар мен жігіттер осы күндерін тамақтанып, кешкі ас ішіп, ішімдік ішіп, сол күндерін аяқтайды. Ертесіне жігіттер өздерінің достары Сылгейдің туған күні екенін біліп, оған тосын сый жасамақ болады. Сөйтіп Юну Дайынға жақындап, бізге Сылгейдің туған күніне торт жасауға көмектесесіз бе деп сұрап, Дайын мен Юну екеуі торт жасайды. Торт жасау барысында Юнудың бетіне ұн жағылып кетеді. Дайын оның бетін сүртуге көмектесіп жатқан кезде Джион кіріп келіп, ого деп таңқалған кейіп танытады. Осы кезде Юну мен Дайын сасқалақтап, жоқ, сен дұрыс түсінбедің, біздің арамызда ештеңе жоқ деп жатқан кезде Джион, мынандай керемет тортты қалай жасағансыңдар деп тортқа көңіл бөліп кетеді. Сөйтіп барлығы отырып Сылгейдің туған күнімен құттықтайды. Бірақ Сылгей мен Ханна қияры қосылған тортты жақсы көрмейтін, қиярдың иісін ұнатпайтын екен. Сөйтіп олар барлығы кешке қарай кешкі ас барысында ішімдік ішіп, көңілдерін көтеріп, ойын ойнап, өте күшті күндерін өткізді. Туған күндерін жақсы атап өтті. Отырыс кезінде Дайын үстел басынан тұрып, өзін дүкенге барып қайтамын деп кетіп қалады. Ал Юну оның артынан жүгіріп, мен де сенімен бірге барып келейін, кешке қарай жалғыз жүру қауіпті дейді. Сөйтіп екеуі дүкеннен балмұздақ алып шығып келе жатқан кезде Дайын Юнудан сұрайды, Чухен қандай қыз болды дейді. Ал ол болса Чухенді мақтап, ол өте керемет қыз болды, ол қолынан барлығы келетін еді деп мақтай жөнеледі. Ал сенің бұрынғы жігітің ше деген кезде, менің жігітім нағыз қоқыс болды дейді Дайын. Сөйтіп бүгінгі күнді аяқтап, ертесіне таң атып, Юну ұйқысынан тұрып, кешегі отырыстан қалған қоқыстарды жиыстырып, барлығын сөйтіп жатқан кезде, бір кезде Чухен келеді. Чухен мен Юну бір-біріне қарап таңғалып қалады. Ал мына жақтан Дайын да Чухеннің келгенін көріп тұрған еді. Чухен ішке кіріп кофе ішіп отырады. Ал Джион болса, неге келдің? Жайша жүрсің ба мұнда деп суық түрде сұрақ қояды. Мен сендерді көруге келдім. Және де Сылгейдің туған күні болғасын келдім деп жауап береді Чухен. Ал Юну болса, Чухен, сен қалай келдің? Жақсы жеттің ба? Шаршап қалған жоқсың ба? Тамақтандың ба? Жүр деп барлығы бірге кетіп қалады. Ал қыздар бұған таңғалып отырады, өзі тастап кетіп, артынан келгені қалай болды деп. Ал Дайын болса, олар баяғыдан дос қой, біздің не шаруамыз бар дейді. Сөйтіп барлығы бірге көлікке отырып, тамақтанып, бүгінгі күндерін көңілді өткізуге кетеді. Сөйтіп достар күн жағына жақсы көңілдерін өткізіп, бұрынғы естеліктерін естеріне түсіріп, көңілді күйде мәз болып жүреді. Бірақ Джионнан басқасы. Ал Джион болса, Чухенмен сөйлеспестен оған ашулы күйде болады күні бойы.
Юну Чухённан сен расымен де тек Сілгейдің туған күні үшін келдің бе деп сұрақ қояды. Ал ішінен ол әлі де бірге болып қалармыз деген үмітте болды. Кешке қарай барлығы қонақ үйге келгеннен кейін Джион Чухённан сұрайды: сен не үшін келдің? Мен білмейді дейсің ба сені Юнуды неге тастап кеткеніңді? Сен Юнуды тастап кеткен күні сені басқа жігітпен көріпті дейді. Ал Чухён болса: мен Юнумен бірге болмай тұрып та біз барлығымыз дос болдық қой. Енді Юнудан ажырасқаннан кейін біздің арамыз достығымыз үзілді ма дейді. Қыздар мен жігіттер барлығы үстел басына жиналады. Джионнан басқасы. Джион көңіл күйі жоқ бөлмесінде жатады. Юну осы кезде: рахмет сендерге, осы Чечудегі қыдырысымыз ұмытпайтындай болды, маған ұнады дейді. Ал Дайын болса: бізге де ұнады, сендерге де рахмет дейді. Сөйтіп отырып барлығы ойын ойнайды. Ойынның шарты бойынша Дайынға осы жердегі отырған ең әдемі дейтін баладан телефон номерін сұрау керек болады. Сөйтіп Дайын Юнудан: телефон номеріңді бересің бе маған? Біз Сеулға барғаннан кейін әрі қарайда бір-бірімізбен араласып тұрайық деп телефон номерін сұрайды. Бірақ ертесіне ұйықтан тұрғаннан кейін Дайын бұл іс үшін қатты өкінеді. Ұялады: енді оның бетіне қалай қараймын кешегі іс-әрекетіміз үшін деп. Ертесіне Чухён Сеулға кетіп бара жатады. Ал Юну болса Чухёнға хабарласып: біздің екеуміздің арамызда айтылмаған әңгіме бар, мен қазір барам, ал сен автобустан түс, мені күте тұр дейді. Сөйтіп Юну Чухёнға барып екеуі дәмханада сөйлеседі. Юну Чухёндан сұрайды: біз арамыздағы әңгімені шешіп алайық. Не үшін мені тастап кеттің? Не үшін біз ажырастық? Мен соны білгім келеді деп сұрақ қояды. Ал Чухён болса осы кезде: егер сен маған сезім білдірген кезде сенің сезіміңді қабыл алмасам, мен сені де, Джионды да, Сілгейді де, біздің достығымыздың барлығын жоғалтып алам ба деп қорықтым. Шын мәнінде мен сенімен жүріп жүрген кезде мен сені жақсы көрген жоқпын, мен Джионды жақсы көрем деп оның досын айтады. Бірақ та барлығы артта қалды ғой, өтініш, біз дос болып қалайықшы деп сұрайды. Ал Юну болса: қайдағы дос деп ренжіп кетіп қалады. Шын мәнісінде Джион мен Чухён бір-бірін Юну сезім білдірмей тұрған бастап бір-бірін жақсы көрген екен. Бірақ та Джион Юну үшін, дос үшін өзінің сезімін білдірмеген. Дайын көшеде келе жатып Юнудың жағалауға жақындап баратқанын көріп жүгіріп барады. Тоқта, бұндай әрекетті жасауға болмайды деп. Ал Юнудың түсінбеген: не болды деп сұрайды. Осы кезде Дайын ойлайды: мен сені өз-өзіңе қол жұмсайын деп жатырмын ба деп қорқып кеттім деп. Ал Юну болса: жоқ, мен ондай әрекет жасамаймын деп күліп екеуі біраз әңгіме айтып кешке қарай үйіне қайтып келеді. Юну өзінің сүйген қызы досын жақсы көретінін білсе де досымен ара қатынасын үзбейді. Барлығы баяғыша қала береді. Сөйтіп арада бірнеше айлар өткеннен кейін қыздар мен жігіттер Сеулде қайтадан кездеседі. Осы кезде Юну Дайыннан: неге маған хабарласпадың деген кезде: сен неге өзің хабарласпайсың дейді. Сенің номерің менде жоқ деп. Осы кезде Дайынның номерін алады. Достар, осымен фильмнің аяғына да жеттік. Сіздерге фильм ұнаған болса, каналға лайк басып тіркеліп, каналыма қолдау білдіруді ұмытпаңыз.